Бәрібір ешкім көріп тұрған жоқ па? Лақтыра сал. Туф, мына гүлдерді қараш, өсіп тұр. Бүкіл жерді жаулап. Бәрібір ешқандай пайдасы жоқ. Бәрібір өліп қалады ғой. Осыларды неге егеді екен? Түсінбеймін. Түрлерін қараш. Шырағым-ау, табиғатты мұнша қорлағаның не? Балам, бұл әрекетің болмады. Қайта қадірлеп, құрметтемеймісің? Бұл сенің екінші анаң емес пе? Жоқ, менің анам үйде, аты Зейнеп. Балам-ау, онда сол Зейнеп келінге айта бар, саған түсіндірер. Апау, манағы маған бір әже, жерді қорлама, ол да сенің анаң дейді. Ол не дегені? Сен не дедің? Менің анам үйде дедім. Баламай, енді кір қошалақ болып келгеніңді енді түсіндім. Ол кісі дұрыс айтқан. Жер бәріміздің анамыз. Мысалға саған қарапайым сөзбен түсіндіріп берейін. Сен жаңа қаймақ жедің. Қаймақты сүттен аламыз. Сүтті сиыр береді. Ал оны сиыр шөп жеу арқылы береді. Шөпті жер бермей ме? Міне, сүт болмаса қаймақта жоқ деген секілді. Сенің күнделікті қолданып жүрген қалам, қарандашың, тіпті машинадағы темірлердің бәрін жерден аламыз. Саған түсінікті болсын бір аңыз әңгіме айтып берейін. Ертеде жер ана өте әсем болған екен. Оның баурайындағы жануарлар оған пана болған екен. Ал күндердің күнінде Тәңір адам пайда болыпты. Екеуі бір-бірін сондай жақсы көргендігі соншалықты балалы болып ұрпақтан ұрпаққа жалғасыпты. Алайда өздерінің ұрпақтары өздері туындаған махаббаттан алшақтай беріпті. Жер ана жай ғана өмір сүретін пана болып, Тәңір адам бірі сеніп, бірі сенбес аңызға ғана айналыпты. Өздерінің игіліктері үшін жерді жыртып, қойнауындағы қазба байлықтарын алып, жердегі ойық-ойық шұңқырларды қалдырыпты. Бір-бірі көздерінен шел басқан адамдар өздері үшін, өздерінің игіліктері үшін арнайы жарылыстар және де қақтығыстар ұйымдастырған екен. Жер ананың шыдамы таусылып, өздерінің адамдарының, ұрпақтарының, Тәңір адамның ұл-қыздарының көзін ашу мақсатында табиғи апаттарын жіберген екен. Бірақ олардан көздері ашылмаған. Соңында да жер ана өзінің баурайындағы жануарларына әсемдігі мен тазалығын құртқаны үшін олардан кіршіксіз таза сезімде қайта келу үшін олардан арылған екен. Егер де біз жер ананың әсемдігі мен Тәңір адамның махаббатын екеуін қайта қалпына келтірмесек, адамзаттың өркендеу тарихы мен қалыптасуы жаман аяқталатын еді. Міне, балам, сол үшін де жер ананы анамыздай құрметтеп, Тәңір адамға сеніп, жердегі барлық байлықтарын көркем бейнеде сақтауымыз керек. Мен жер едім. Адамзатқа төредім. Адамзатым адасып, өртке оранды өзегім. Мен жер едім. Асыл қазына кенедім, ғарышқа құдай қалқытқан доп-домалақ жер едім. Мен жер едім, жер ана едім. Дақ тимеген ақ едім, тіңсілденіп саутәнім, тарттым ауыр әлегін. Мен жер едім, жыртылып жасыл желегім, таңдайым кеуіп теңсілдеп, бұзылып теңіз қорегім. Мен жер едім, ұлт ұлысқа тең едім. Мен жер едім пенделер, мекен жоқ маған тең келер. Қиқымымды таласып, қырылыспай жөнге кел. Мен жер едім жеделі, шер жаман шертті шекені. Шекара жасап жүзімді, шимайлағаның жетеді. Мен жер едім, мұңымды кімге төгемін? Қақары қиын болады, мендей алып дененің. Мен жер едім, өз-өзіме көнемін, көнбеймін басқа бұлтаққа. Мен жер едім. Зілзәлі болсам жоғалар, табиғат деген дерегің. Өркениеттің артықшылығын пайдалану үшін адамзат өз денсаулығын тәуекелге қояды. Қазіргі таңдағы экологиялық проблема ең өзекті мәселе болып табылады. 20 тоннадан асталған қоқыстарды жинау және де олардың 3-тен 1 бөлігі ауаға токсиндерді бөліп, ауаны ластайды. Сол үшін де экологиялықты проблеманы көбейтпей, тазалықты сақтаған дұрыс.